Бірінші достармен бірге мен Нұрғаз. Бүгін видеоға қош келдіңдер достар. Бүгін достар мен араға 6 күн салып кар паркингтен видео шығарып жатырмын. Нұрғазбен басқаларына келіп отырмыз. Бірге 10 подписчикке жетіп достар. Короче, достар, мен алдыңғы видеоларда мен дейтін кар паркингте үлесіз көккүлік болған қарға ойып және мотор саудың глушитель турбо саудың неше түрлі зат жасауға болатын. Енді жақында бұны сатып достар орнына күшті машина аламын деген ойдамын достар. Сіздер болса қазір естетіп болады. Онлайнға кіріп достарға сөйтіп бір серверге кіріп кетеміз. Көреміз қандай адамдар бар екенін. Қызық болады. Достар, Нұрғазы лайв арнасына не видео түсірсем болады, соны айтыңыздар. Только для друзей. Только қазақтар бияқта. Так, енді қосылғанын күтеміз, оған дейін телефонға тіркеліп тоғы мен бөліп.Інші қатып тұрсар машина жөндейтін жері бар еді, жерлерде ма? Бұның салонын алдыңғы видеоларды көрсеткен болатынмын. Бұл машинаны экранға бұлдырлар атырса. Асына машинасының қарап іш шығып жатыр. Машинаны жүйе сақты болады. Просто жуамыз, өйткені мына машинаны салақ дейді. Өйткені машина. Аз айтпашы, бұл машинамды да сатып жіберуім де мүмкін. Обзор алдыңғы видеоларды көрсеңіздер болады. Және бұл Lexus'ның сыр бойынша өзіме ұнаған жері сатып алған кезде достар дауысын көрдіңіздер ме? Дауысын күшті дауыс болды. Неше түрлі дауысы бар. Дрифт режимға да қойсақ достар, ондайға дрифт жасайды. Тайған ай береді, управлениеден шығарып аласың достар. Ал енді көлік сататын жер мықты екен. Жоқшыға прямо кете береміз. Тартысымды нормально өсір болады қанша. Алғашқы машина болған соң көреміз. Мұны нешамыз. Бойды шығып кете берсек болады. Машинаның ұрылмаған, соғылмаған күйінде апару керек достар. Машина сатып жіберсем де болады. Өзім 120 мыңға сатам, өйткені 113 мыңға алды, мен 120 мыңға сатып жіберемін. Осы бойынша да. Айыны қаталым. Мен жаққа бар, қажытудың бәрін шығару үшін. Мен шығарғым кеп тұрды. Чиник дегенде ондай қатты емес. Нұрғазы вайварнасына неше түрлі көрсін. Бос орындарына мә фурасын естеу. Қартып көресем жақпа. Давайте достать ценаны. 500 мыңдик. Ой, 500 мыңдик.
Biz qaydan артқа жүреміз. Lexus дейміз. X қайда? Яқпыз. Машина қуып кетеміз. Куда лазим? Şimdi baştan satıyoruz. Şimdi baştan satıldı. Şimdi bize menüye varamız. Қазір достар выбор көретін боласыздар. Нешік тұрған 500 мың, менде 200 мың, 700 мың теңгем бар. Енді мына приораны жинекті алмаймыздар. Гараж. Көреміз достар, қандай выборлар бар. Lexus, жаңа өзімнің сатылған Lexus. Неше түрлі Lexustар бар. Мынандай старый алмаймын, мынандай өлікте алуға болады достар. Меніңше бұл бізде Hyundai ма бірдеңе айтып достар. Supra var dostlar mынандай. Supra ма, білмеймін қанша. Merz var. Кабан ба? Кабан сияқты достар. Мынандай BMW бар. Екі есікті. 350 ваттың күші бар. Turbo жоқ екен достар. Тағы да мындай Merz ба қалай өшесін. 290 мың, мен достар енді выбор өте көп болады. Мындай жыл болсам да болады. Қарымды достар. Может достар Lexus'un 500 мыңға сатылып кете салды достар. Ана 300-ге өштейді достар. Соны мен сатпаймын. Мәселен, машиналар нормально, бір тауар ценалар бар. Мәселен достар Макларен алайын ба? Макларен ба? Салон дұрыс көрінбейді. Салонның қайсысы көрінескен? Сондай Chevrolet сияқты. Passat па? Сондай машина достар. Бірақ андай сатылады екен. Ондай да машиналар бар достар. Арты кішкене жалпақтау машина керек достар. Арты осындай бояп болсам да болады. Мен тиктокыма BMW туралы видеолар саламын. Көрсеңіздер, шаблон капкатпен істеймін. Яғни өзімнің шаблонмен істеймін. Осындай BMW бар. 4 есікті. Так, 400 аттың күші бар екен. Бұл 470 мың теңге. 5700 мыңға тұрарлық. Нормально. Салон ұппады. Наған сияқты ма? 690 мың. Салоны да бар. Бірақ бұл андай неме сатылады. Салоны күшті екен. Мына машина бар. Көп мына жақта машина. 800. Қымбаттап кетті. Сосын не болса осындай Nissan Skyline алайын ба? Так, на төбе қояйын. Nissan Skyline алайын ба достар? 270 күші. Blue City. Бір нормальный машиналардан бар ма? 650 мың. Маленький выбор бар. Ой, ба, құртаста бұл қымбаттап кетті машина. 700 болды уже сәл әрі қарай қымбат. BMW бар екен. Ялпыс ба? Ялпыс достар. Жоқ бар андай. Достар, маған ойлана келейін. Осы BMW-ны алғым келіп тұрған сияқты достар. Артыда нормальный, бірақ артына спойлер қойға болады екен. Осындай спойлер сақ қойды. Колхоз қылып. Алғым келіп тұрған сияқты. Суппорттары. Суппортмен бірге. Не болмаса бездорож қарасақ та болады. Бездорожье қарақшы. 33 мыңда. Джип алғым келіп тұр. Джиптан көрейін. Осындай Нива бар. 4x4. Мындай да машина. Мынандай
машина бар екен. 365 мың. Онша да гейлік, бірақ бұған біздің ақшамыз 815 мың теңге. Гейлік бойынша достар. Так, BMW мәссаңыз. Қымбат меқты 920 мың. Бұл жарғар ақша жетпейді деп тұр аудың достар. Осындай қымбат машиналар бар. 1.100.000 мың дейді достар мына машинаны. Бұдан әйтті меқтағы бұл машиналар қарақшы достар. Мынандай емес, кішілейін, мұндай емес. Мына машинада бот достар, мынанша гейліктен қараған осындай машина. Мынау бізде Прадомыз, мындай машина. Спорткардан көрсек, спорткар ақшам жетемеген. 200 мыңнан бастап екен. Мәні достар 1.190 мың, 1 миллион ортасында седан. Лада көліктер типа. Мерс 390 аттан күші бар. Европа, Япония, так, мынау менің достар бағанағы сатылған Lexus США дейді. Ондай машина бар. Қымбатты. Бірден айтқанда достар, мен көзі нормальный бір машина бар таппай жатырмын. Все, давайте. Мынандай машина ойын ба? 15 мыңға күшті машина. Сен айтыңыздар. Шигули бар. Сұмдық тауып бассаң болады. Осындай бір машина бар. 21 мыңға. Нормальный бойынша болады машина бар, бірақ мен 700 мыңға бұндай машиналар бойынша нормальный барынан қараймын. Соға мынандай бір қандай машина? Газель ма? Газель. Қымбат машина бар, бірақ болады. 100 мыңға әлі пока жеткен жоқ. BMW-ның андай түрінен керек достар. Кабриолет қой. Кабриолет түрі. Достар, BMW-ны қараңдар. Состояниясы мощный. 1 минут достар қазір. Ал достар, ойлана келе өзіме осы Nissan Skyline-ды алғым келіп тұр. Өзіме қатты ұнайды. Түсіру достар әдемі болады, және мен сол бамперлерін ауыстырып алып болмаса. Бамперлер мынандай неге екен достар. И капотын ауыстырып аламыз. Вот. Артына спойлер. Спойлер қымбат. Спойлер алмақ бар. Спойлер алмаймыз. Беттік. Отыру. Çok da bir spor. Alın götür. Все. Al машина құтты болсын. Алманы бойынша болады. Праварный. Дрифтқа қойып тұрсар. Машинаны біз достар бұл видеоны келесі видеода жалғастыратын боламыз. Келесі видеода өзім айдап кетемін. Айқасының бір акциясын көретін боламын. Қандай не болатынын. Менің видеоның бәрін нөмірінде осыған қоятын боламын. Осында өткен видеосы келесі видеода көрсетемін. Аман сау болыңыз.